Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай пышный болып шығатын, биік болып шығатын бисквиттің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Бисквитіміз өте жұмсақ, әрі жасалу жолы оңай, керемет болып шығады. Сондықтан видеомды соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен осылай жұмыртқамызға кішкене тұзымызды салып, араластырып аламыз. Қантымызды аз мөлшерден сала отырып, тағы да араластырамыз. Айта кететін нәрсе, жұмыртқаның ағынан сарысын бөліп істесеңіздер тіпті керемет болады. Мен осылай миксерім жақсы болғаннан кейін екеуін бөлмей сразу осылай араластырдым. Сіздерге қалай удобно, солай істесеңіздер болады. Ұнымызға разрыхлителімізді салып, ішінде араластырамыз. Осыған аз мөлшерден сала отырып, лопатканың көмегімен осылай астынан үстіне қарай араластырамыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Мен 22-лік формада пісіретін боламын. Міне біздің тестамыз дайын болды. Формамызға құямыз. 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Беті қатты көтеріліп кетпес үшін осылай шипашканың көмегімен айналдырып жүргізіп шығамыз. Сонда беті қатты көтерілмей міне осындай болып шығады. Міндетті түрде шипашкамен тексереміз. Құрғақ болып шығу керек. Міне менің бисквитім дайын болды. Жасалуы өте оңай. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.